Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз жарғылық капитал жайында болмақ, яғни уставной капитал. Толық ашып айтамыз, түсіндіріп. Жарғылық капитал деген не? Мысалы, ең алғаш кәсіпорын ашылады, ТО болуы мүмкін, немесе ИП деген сияқты. Яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе жеке кәсіпкерлік. Оларды кім құрады, яғни кім ашады? Әрине, құрылтайшы, яғни учредитель. Бір адам болуы мүмкін құрылтайшы, яғни бір адам өзі құруы мүмкін кәсіпорынды, немесе бірнеше адам бірігіп құруы мүмкін кәсіпорынды, яғни ол кәсіпорынның құрылтайшы бірнеше адам болуы мүмкін. Немесе ол бір кәсіпорынды басқа бір кәсіпорын құруы мүмкін, яғни бір ТО-ның құрылтайшысы, яғни учредитель басқа бір ТО болуы мүмкін. Яғни кәсіпорын ең алғаш ашылған кезде кәсіпорында абсолютно ешнәрсе болмайды, ноль болады. Яғни енді құрылды, енді банктен шот ашты, әзірше ешнәрсе жоқ деген сияқты. Яғни сол кәсіпорын ең алғаш құрылған кезде кәсіпорын ары қарай жұмыс жасап кету үшін осы кәсіпорынды құрған құрылтайшылар кәсіпорынға керек жарақтарын беріп отырады. Не арқылы? Әрине, жарғылық капитал арқылы. Яғни бір құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосады. Қалай қосады? Мысалға, кәсіпорынның банк шотына ақша аудару арқылы. Яғни кәсіпорын ең алғаш ашылды, кәсіпорында ешнәрсе жоқ, банк шотында да ақша жоқ. Сол кезде кәсіпорын ары қарай жұмыс жасау үшін жаңа құрылтайшылар жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорын банк шотына ақша аударады. Немесе кәсіпорын кассасына қолма-қол ақша беруі мүмкін, наличный. Немесе жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорынға ғимарат беруі мүмкін, офисный здание. Немесе неше түрлі кәсіпорынға қажетті автотранспорттар беруі мүмкін. Немесе құрал жабдықтар беруі мүмкін, оборудованиялар, егер ол кәсіпорын мысалы өндіріс немесе завод болатын болса, немесе мебельдер беруі мүмкін, жиһаздар, офиске арналған, немесе компьютерлер беруі мүмкін. Оның барлығын, яғни құрылтайшылар жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы береді. Яғни кәсіпорын ең алғаш құрылған кезде ары қарай кәсіпорын жұмысын жалғастырып кету үшін осы құрылтайшылар жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорынға керек жарақтарын беріп отырады. Бір мысал келтірейік. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосты, кәсіпорынның банк шотына 10 миллион теңге аударды. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорынның банк шотына 10 миллион теңге аударды. Яғни сіздер егер естеріңізде болса, ең алғаш сабақта біз айтқанбыз, жарғылық капиталға деген бұл пассивті шот. Яғни бұл жердегі банк шотында ақша қаражаты активті шот дейді. Яғни бұл жерде құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосты. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосқан кезде құрылтайшының жарғылық капиталда үлесі көбейді. Одан кейін кәсіпорын банк шотына 10 миллион теңге аударған кезде кәсіпорын банк шотында да ақша қаражаты 10 миллион теңгеге көбейді. Яғни бұл жерде пассивті шотта көбейді, активті шотымызда көбейді. Екінші бір құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосты. Үлесі ретінде кәсіпорынға бағасы 10 миллион теңге тұратын ғимарат берді. Яғни бұл жерде де екінші құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы бұл жерде де бұл құрылтайшының жарғылық капиталдағы үлесі көбейіп жатыр, яғни пассивті шот көбейіп жатыр. Қалай қосты? Бағасы 10 миллион теңге тұратын ғимарат берді. Здание, мысалға офиске арналған здание. Яғни бұл жерде ғимаратымыз негізгі құралға жатады, ал негізгі құрал активке жатады. Яғни бұл жерде де пассивті шотта, активті шотта көбейді. Қараңыздар, басында 10 миллион теңге банк шотына ақша аударған кезде банк шотына ақша қаражаты көбейді 10 миллионға, яғни ол активті шот. Одан кейін тағы да плюс екінші құрылтайшы
жарғылық капиталға үлесін қосқан кезде ғимарат берді, здание. Ол негізгі құралға жатады. Ол да активке жатады. Яғни ол жерде де 10 миллион теңгеге актив көбейді. Басында банк шотында ақша құйған кезде 10 миллион теңге активті шот көбейді. Одан кейін 10 миллион теңгеге негізгі құрал көбейді. Және де бірінші құрылтайшы банк шотына ақша аударып жарғылық капиталға үлесін қосқан кезде де бұл құрылтайшының жарғылық капиталдағы үлесі 10 миллион теңге көбейді. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосқан кезде құрылтайшының жарғылық капиталдағы үлесі көбейеді. Яғни пассивті шот 10 миллионға көбейді. Екінші құрылтайшыда бағасы 10 миллион теңге тұратын ғимарат беру арқылы жарғылық капиталға үлесін қосқан кезде ол құрылтайшының жарғылық капиталда үлесі 10 миллион теңге көбейді. Яғни бұл жерде де пассивті шот 10 миллионға көбейді. Яғни екеуін қоссақ, активті шоттарымыз 20 миллион теңге көбейді. Мына екеуін қоссақ, жарғылық капиталда үлесіміз 20 миллионға көбейді. Яғни не болып тұр? Актив пен пассив бір-біріне тең болып тұр. Яғни біз ең бірінші сабақта осы қағидадан айтқан болатынбыз. Актив шот пен пассив шоттар әрқашан бір-біріне тең болады. Яғни актив пен пассивтердің арасында баланс болады. Бір мысал келтірейік. Бір кәсіпорын құрылды дейік. Яғни құрылтайшылар жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы не істеді? Бірінші банк шотына 20 миллион теңге аударды. Мысалға бір банктен шот ашты, бұл шотқа 20 миллион теңге аударды. Яғни жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы. Одан кейін тағы да жарғылық капиталға үлесін қосты. Ғимарат берді кәсіпорынға, бағасы 50 миллион теңге тұратын. Одан кейін тағы да жарғылық капиталға үлесін қосты, не істеді? 10 миллион теңгеге кәсіпорынға компьютерлер берді. Және де тағы да жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы 10 миллион теңгеге жиһаздар берді, мебельдер. Және де тағы да 20 миллион теңгеге құрал жабдықтар берді. Және де 30 миллион теңге тұратын автотранспорттар берді кәсіпорынға. Яғни бұл жерде барлығын қоссақ 140 миллион теңге болды. Яғни бұл не деген сөз? Яғни сіз 140 миллион теңгемен бизнес бастадыңыз. Яғни 140 миллион теңге деген былай қарайтын болсақ, сіздің жарғылық капиталындағы үлесіңіз. Яғни сонда мынандай қорытынды шығады, жарғылық капиталдағы сіздің ең бастапқы үлесіңіз, сіздің бизнесті қанша теңгемен бастадыңыз, қанша суммамен бастадыңыз бизнесті алғашқыда, сол сіздің жарғылық капиталыңыз болып саналады. Яғни мысалға жарғылық капитал қай кезде көмектеседі? Жарғылық капиталдағы сумма мейлінше көп болу керек. Неге? Мысалға ертең банктерден несие алатын кезде банктер сіздің ең бірінші тарихыңызға қарайды, несиелік тарихыңызға, кредиттік историяңызға, және де жарғылық капиталда үлесіңізге қарайды. Егер жарғылық капиталда үлесіңіз көп болса, банктен көп суммада несие алуға мүмкіндік бар. Және де үлкен компаниялармен жұмыс жасаған кезде, яғни келісімшартқа отырып, үлкен компаниялармен жұмыс жасайтын кезде, ол үлкен компаниялар бірінші кезекте сіздің жарғылық капиталдағы суммаңызға қарайды. Сондықтан жарғылық капиталда суммаңыз мейлінше көп болған дұрыс. Яғни бұл жерде қандай түсінік пайда болды? Сіз қанша ең бастапқыда кәсіпорын ашқан кезде қанша суммамен бизнес бастадыңыз, сол сіздің жарғылық капиталыңыз болып саналады.